Баршаңызға сәлем достар. Әдеттегідей бүгінгі видеомыз түс жору жайлы болады. Бүгінгі тақырып түсіңізде құс көрсеңіз қалай жорылатындығы жайлы болады. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде төбеңізден құс ұшып жүрген көрсеңіз, мансабыңыз бен беделіңіздің артатындығын білдіреді. Егер түсіңізде бір құс ұшып келіп алдыңызға құласа, бір жақсы хабардың келетіндігін білдіреді. Түсіңізде басыңызға бір құс келіп қонса, бір жақсылық келетіндігін білдіреді. Сондай-ақ түсіңізде құс көрсеңіз, Алла тағаланың жақсы көретін амалдарын істеп жүргендігіңізді білдіреді. Ер адам түсінде ақ құс көрсе, үлкен мансапқа ие болатындығын немесе бір жетістікке жететіндігін білдіреді. Түсіңіздегі құс сіздің адал кәсіп жасап, адал ас ішіп жүргендігіңізді білдіреді. Түсіңізде құстың жүндерін көрсеңіз, жақсы хабар келетіндігін білдіреді. Түсіңізде ала құсты көрсеңіз, сізді қоршаған адамдардың сізді жақсы көретіндігін білдіреді. Сондай-ақ, ала құсты көру сіздің ешқашан сүрінбей табысты болатындығыңызды білдіреді. Түсіңізде құс аулап жүрсеңіз, сіздің ақылды және мықты екендігіңізді білдіреді. Жас бала түсінде құс көрсе, болашақта жақсы адам болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде құс көрсеңіз, сіздің той-думанды жақсы көретіндігіңізді білдіреді. Түсіңізде қара түсті құсты көрсеңіз, сіздің қу адам екендігіңізді білдіреді. Ал ақ құсты көрсеңіз, сізді туысқандарыңызға көмектесіп, жақсы амал көп жасайтындығыңызды білдіреді. Егер де тұрмыс құрмаған қыз түсінде құс көрсе, болашаққа деген ынта-жігерін білдіреді. Сондай-ақ, бұл түс оның бүкіл бастаған ісінде жетістікке жететіндігін білдіреді. Ал бойдақ қыз түрлі түсті құс көрсе, ол армандарына қол жеткізіп, бақытты өмір сүретіндігін білдіреді. Бұл түс сондай-ақ сіздің рызық несібеңіздің мол болатындығын білдіреді. Егер бойдақ қыз түсінде шымшық құсын көрсе, бұл оның әділ адамға тұрмысқа шығатындығын білдіреді. Түсінде түрлі түсті құстарды көру, бұл қыздың өзін жақсы көретін және оны бақытты еткісі келетін адаммен байланысы бар екенін білдіреді. Бойдақ қыз түсінде құс сойып жатқанын көрсе, бұл оның өмірін қиындататын барлық мәселелер мен уайымдардан арылатындығын көрсетеді. Ал құстардың жылдам жүгіріп жалғыз басты қыздың үйіне кіріп келе жатқанын көрсе, бұл аян жақын арада өзіне жететін жақсы хабардың жаршысы. Жалғыз бой жеткен түсінде құс бағып жатқанын көрсе, бұл оның жүрегінің нәзік, таза, асыл сезімге толы екенін көрсетеді. Түсінде құстардың нәжісін көру туралы айтатын болсақ, бұл түс көрушінің мол байлық пен жақсы хабар келетіндігін көрсетеді. Үйленген әйел түсінде құстарды көрсе, бұл жақсылық пен алдағы ризықты көрсетеді. Бұл көрініс сонымен қатар күйеуі екеуі арасындағы сүйіспеншілікті көрсетеді. Егер тұрмыстағы әйел өз үйінде құс өсіретінін көрсе, бұл оның балаларының әділ екенін және балаларын жақсы көретінін көрсетеді. Үйленген әйел түсінде құстың етін жейтінін көрсе, бұл оның күйеуімен бірге көрген жақсылық пен бақытты көрсетеді. Осымен түс жоруға арналған видеомыз аяқталды. Егер де біздің видеомыз ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар және де подписация бөлімін басып қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.